Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен осындай өзімнің туған күніме өте оңай дайындалатын, өте дәмді және де өте нәзік сүтті құс тортын жасадым. Алда болатын көптеген рецепттерді жоғалтып алмау үшін менің арнама тіркеліп қойыңыз. Қоюландырылған сүтке 4 жұмыртқа қосып жақсылап араластырамыз. Содан кейін елеуіштен ұн мен қопсытқышты өткізіп араластырамыз. Және сұйық массаға екіге бөліп саламыз. Және де қамырды 3-ке бөлеміз. Және де әрқайсысын алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 10 минуттай пісіреміз. Корждарды бақылап тұрыңыздар, өйткені корждар тез піседі. Корж дайын болғанша кремін дайындаймыз. Ол үшін кілегей мен құмшекерді миксерлейміз. Менде миксерлеуге шамамен 7-8 минуттай кетті. Кілегейдің салқын болғаны дұрыс, сонда жақсы араласады. Міне крем қатты қою емес, қатты сұйық емес болу керек. Осындай біркелкі болу қажет. Міне осындай корждың 3-ін пісірдік. Қазір әрқайсысын 2-ге бөлеміз. Міне корж өте нәзік, жұмсақ болып пісті. Торт әдемі болып шығу үшін шеттерін түзу қылып кесеміз. Міне осылай корждың әрбір қабатына крем жағып шығамыз. Кремді жағып болғаннан кейін торттың бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндейсіздер. Міне менде осы крем торттың ішіне де сыртына да жағуға жетті. Тортқа кремді жағып сәндеп болғаннан кейін тоңазытқышқа 1 күнге немесе 2 сағатқа қойып қоямыз. Міне өте оңай жолмен дайындалатын, өте дәмді және де нәзік сүтті құс торты дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Алдағы уақытта көптеген рецепттерді жіберіп алмау үшін менің арнама тіркеліп, видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар.